Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен гречка тағамын жасайтын боламыз. Әркім қалай жасайды, сондықтан да мен де өз рецептімен бөлісейін деп шештім. Ең алдымен менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, осы видеоның астында подписаться кнопканы басып, міндетті түрде бірінші арнаға жазылып алыңыздар. Бісміллах деп алдымен тағамға қажетті заттарды жақсылап қабығынан тазартып, жуып тазартып аламыз. Кейін видеода көрсетілгендей етіп, пиязымызды орташа бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Кейін етімізді де кесіп аламыз. Менде үндіктің етті тез пісу үшін жұп-жұқа етіп кесіп алдым. Келесі кезекте сәбізімізді де осы видеода көрсетілгендей етіп, соломка етіп бөліктерге бөліп аламыз. Кейін тәтті болгар бұрыштарымен үлкен бөліктерге бөлдім. Өз қалауларыңыз бойынша ұсақ етіп кессеңіздер де болады. Сарымсағымызды да ұсақ етіп кесіп аламыз. Кейін қатты отта қызып тұрған майымызға бірінші пиязымызды салып, пиязымыз жұмсарғанша жақсылап қуырамыз. Пиязымыз жұмсарып қуырылғаннан кейін үстінен етімізді салып, оны да 2-3 минуттың көлемінде қуырамыз. Етіміздің суы тартылып қуырылғаннан кейін үстіне 2 қасықтай томат салып, жақсылап араластырып, тағы да 1-2 минуттың көлемінде қуырамыз. Кейін үстінен болгар бұрыштарымызды, сәбіз және сарымсақтардың барлығын салып, жақсылап араластырып, тағы да 2-3 минуттың көлемінде қуырамыз. Үстіне дәміне қарай тұз және өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті салып, жақсылап араластырамыз. Мен Ролтонның универсальный приправасын пайдаландым. Кейін үстіне салқын су құямыз. Су қайнағанша қатты отта, қайнағаннан кейін жай отта 15-20 минуттың көлемінде қайнатамыз. Маған гречканың сулы болғаны ұнайды, сондықтан да суын көбірек құямын. Мінекей, менде 20 минуттың көлемінде қайнады. Енді гречкамызды жақсылап жуып, үстінен салып, қайнағанша қатты отта, қайнағаннан кейін жай отқа қойып, тағы да 15-20 минутқа бұқтырамыз. Мінекей, осымен біздің гречка тағамымыз пісіп шықты. Осылай жарылғанда біздің гречкамыз пісті деген сөз. Көріп тұрғандарыңыздай тал-тал болып, өте әдем болып пісіп шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Адам ағзасына өте пайдалы тағамдардың бірі және асқазанға өте жеңіл. Сондықтан да жиі жасап тұруға кеңес беремін. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, лайк басып, төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.